Қымыздың пайдасы өте мол. Мысалы, Қазақстан халық медицинасында қымыз ең көне шипалы тағамдардың бірі болып саналады. Оның өкпе ауруы, туберкулез, қанастық, асқазан ауруларын емдеуге пайдаланған. Ұсақ туралған жабайы сарымсақты қосып, тырысқақ ауруына қарсы қымызды ем ретінде ішкен. Және де халық емшілері қымызды адамның ішкі органдарын емдейтін айрықша дәрі деп санаған. Айталық, асқазан, тыныс жолдары, ішек ауруларының алдын алған екен. Қымыз қырық ауруға емдеп бекер айтпаған. Сондықтан қымыздың емдік қасиеті қазақтармен көршілес елдерде де болған. Мәселен, әйгілі жазушы Лев Толстой Самара даласында қымызбен емделгені туралы белгілі болар. Сол сияқты қымыздың өте пайдасы көп. Жаңа айтып жатырмыз ғой, асқазан, ішек ауру жолдары, жүрек және тағы басқалары. Қымыз таптырмайтын ем, таптырмайтын дәрумен. Сондықтан қымызды іше жүріңіздер.